Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге Орео пирогның рецептімен бөлісемін. Сондай керемет, нәзік, өте дәмді болып шығады. Кім Орео печеньесін жақсы көреді, бұл пирог сіздерге таптырмас рецепт. Ең алдымен қамырын жасаймыз. Ол үшін ыдысқа бір жұмыртқа, оның үстіне қант салып, жақсылап венчикпен бірнеше минуттай араластырамыз. Енді осының үстіне жұмсақ сары май саламыз. Біздің сары май бөлме температурасында болуы керек. Тағы да жақсылап араластырамыз. Енді електен өткізілген ұн саламыз. Оның ішіне мен қопсытқыш қостым. Барлығын жақсылап араластырасыздар. Одан соң какао қосып, тағы да жақсылап араластыру керек. Қамырды ұзақ илеп қажет емес, ең бастысы біріксе болғаны. Енді осыны целлофанға салып, тоңазытқышқа қойып қойыңыздар. Әзірше біз салмасын дайындаймыз. Салмасын жасау үшін ыдысқа 3 жұмыртқаны саласыздар. Оның үстіне қант салып, жақсылап венчикпен араластырамыз. Енді қаймақ саламыз. Менде дүкеннің қаймағы болды. Оның пайызы, яғни майлығы 20% болды. Тағы да жақсылап араластырасыздар. Енді жүгері крахмалын саламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Біздің салмамыз дайын. Орео печеньесін алып, видеода көрсетілгендей 4 бөлікке бөлеміз. Және де осы ыдысқа салып шығамыз. Мен шамамен 4 данасын салдым. Қалған тағы 3 данасын бетіне салып шығамын. Енді біз осы тоңазытқышта тұрған жаңағы қамырды шығарамыз. Алдымен формамызға пергамент қағазын төсеп алыңыздар. Менде форманың диаметрі 22 сантиметр. Егер қаласаңыздар, үлкен диаметрлік формаға да жасауға болады. 24, 25, 26 сантиметр болатын формаларға да жасауға болады. Мен қамырды алдымен осылай 2 бөлікке бөлдім. Бір үлкен және бір кіші бөлікке. Үлкен бөлігін осы астыңғы бөлігі қылып қолмен орналастырдым. Кіші қамырды оған жандарын жасап шығамын. Осылай видеода көрсетілгендей қолдарыңызбен жасап шықсаңыздар болады. Немесе бірден оқтаумен жайып, жұқалау қылып жайып, солай бірден формаға орналастыруға болады. Маған қолмен жасаған ыңғайлы болды. Жандары тегіс болып шыққанын қаласаңыз, осылай силиконды лопаткамен немесе кесіп алып тастасаңыздар болады пышақпен. Форма дайын болған соң үстіне біздің салмамызды құямыз. 180 градуста қызып тұрған пешке саламыз. Шамамен 30-35 минуттай пісіреміз. Мен және де әсемдік ретінде қалған 3 Орео печеньесін салдым. Бірнеше печеньеді салсаңыздар болады. Бірақ қатты көп ішіне печенье салмаңыздар. Өйткені біздің жаңағыдай қаймақты салмамыз сақтау керек. Сол кезде әдемі болып шығады. Мінекей менде 35 минуттай тұрды пеште. Осылай пісіп шықты. Міндетті түрде толықтай суытыңыздар.
кейін тоңазытқышқа, яғни холодильникке бірнеше сағатқа қойып қойғандарыңыз дұрыс. Мен 1 сағаттай ғана ұстадым. Қазір кесіп көрсетіп жатырмын. Егер одан да көп сағат ұстайтын болсаңыздар, ортасы жақсы қатып керемет ұсталады. Кескен кезде өте нәзік болып шығады. Бұл пирог өте дәмді, міндетті түрде жасап көріңіздер. Астындағы қамыры да жұмсақ болып шығады, ішіндегі салмасы да өте нәзік, ауызда еритін болып шығады. Сіздерге рецепт ұнады деп ойлаймын. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлжаннат.